Мынау арша біз жақта Қазығұрт ауданында былай тігінен қарағай сияқты өседі, ал Алматы облысында Кеген, Нарынқол жақтарда жатып өседі деген. Енді бұл киелі ағаш біріншіден, екіншіден қызыл кітапқа енген, үшіншіден бұны жаңағы домбыра, күбі жасауға пайдаланады ғой енді. Осындай әртүрлі, енді бұл аршадан жаңағы ваннаға ұстап қойып жатқан жағдайлар бар. Енді біз бұны бұл жақта жаңағыдай өз үйіне егіп алып, соны жаңа сатып жатқандар бар көп енді. Бірақ біз өзіміз бұны бұрыннан білетініміз, мынандай дәні бар ғой, осы дәнінен ит тудырмайтын, мышық тудырмайтын дәрі жасайтынбыз. Сөйтіп соны берсек, итке, мышыққа 2-3 жыл қатарынан тумай кететін. Былтырларда біраз адам сұраған соң берген болатын. Осындай мынау дәнінен жасаймыз. Ол дәрінші. Сол осы арша, осы жоғары қарай өседі. Егер жаңағы біздің жақта Қазығұртта енді өз үйлеріне еккен адамдар бар, бұрын енді көшетін әкеп қойып екті ме, Құдай біледі. Сол үйіне еккендерден жаңағыдай сатып алып, домбыра жасап жүргендер бар. Сол кісілерге байланысқа шықсаңыздар болады, если что деп атқаным ғой. Енді сол арша, сіздер жақта бұны басқаша атайтын болса, оны да айта кетіңіздер. Міне арша деген осы бізде тік болып өседі.